Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сіздермен бүгінгі онлайн бейне сабақты жүргізетін мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі 01-11-30 негізгі орта білім беру мамандығы 01-11-013 қазақ тілі және әдебиеті пәні біліктілігі бойынша 3-ші курс білім алушысы Мұқанова Назерке Даниярқызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, сіз білесіз, шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекетінің образын аша аласыз. Кейіпкерлер әрекетін шынайы өмірмен байланыстырасыз, сыни баға бересіз. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашуды, әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табуды бүгінгі сабақтан меңгеретін боласыздар. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге шын жүректен деп аталатын ізгі ниет тілектерімізді білдірсек. Қазіргі жағдайда барлық оқу түрлері қашықтықтан оқылатын болғандықтан, сіз шын жүректен тілегіңізді жаныңыздағы іні қарындастарыңызға немесе ата-аналарыңызға тілеулеріңізге болады. Енді менің бастайтын болсам, мен сіздерге бүгінгі сабақтан жақсы көңіл күй мен білім алуға тілектеспін. Сабағымызға көшетін болсақ, оқушылар, суреттен не көріп тұрмыз? Иә, бұл суретте анасы мен баласы бейнеленген. Олар қандай көңіл күйде? Дұрыс айтасыздар, олар қуанышты, олар бақытты. Баласы анасының құшағында. Демек, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз да ана мен баланың қарым-қатынасына тікелей қатысты. Ана мен баланың махаббаты ерекше. Ана мен бала отбасының бір мүшелері. Отбасы ер азамат пен әйел адамның заңды неке қиып отау тігуінен құралады. Ал отбасының басты қазығы, алтын діңгегі бала. Баланың тәрбиелі, жан-жақты болып өсуіне ата-ананың тигізер ықпалы мен тәрбиесі зор. Демек, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгімесі. Оқулығымыздың 122-123 беттерін ашатын болсақ, оқулықта Тынымбай Нұрмағамбетовтың өмірінен деректер келтірілген. Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітірген. Жазушының алғашқы жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен шыққан. Тынымбай Нұрмағамбетов Табалдырығыңа табын, Жоғалған көл пьесаларының, Тырналар ұшып барады телефильмі сценарийінің авторы. Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы әңгімелері жалын альманахы өткізген жабық конкурста жүлде алған. Келесі экранға назар аударатын болсаңыздар, ана мен бала атты тақырыпта анасы Күміскүл мен баласы Сержанға мінездеме берілген. Біз әңгімені оқи отырып, анасы Күміскүл мен Сержанның қандай адамдар екеніне назар аударсақ. Күміскүл Балмағамбет ағасының қызы, Сержанның анасы. Алматыда базар маңында жұмыс жасайды. Жұмыс істеу үшін Алматыға кеткенде 4 жасар Сержанды атасы мен әжесінің қолында қалдыруға мәжбүр болды. Өйткені қалада балабақшаға орналастыру қиын. Сержан, ағасы Балмағамбеттің жиен немересі, алыстағы анасын аңсап сағынады. Сол сағынышы оның сәби жүзіне кейде кірбің салады. Анасымен бірге болуды, әкесімен табысуды армандайды. Келесі экранға назар аударатын болсақ, бүгінгі біздің басты сабағымыздың мақсатына сай әңгімедегі кейіпкерлердің образын ашу. Сержан туралы әңгімеде қандай жерлерінде Сержан туралы жазылған екен?
Сержанның ақкөңілділігі мамам әкелген топлыйымды киемін деп қиял қанатына мініп алғандай. Деген жерлерден білінсе, бауырмалдылығы көздері күлімдеп тұрып, кішкентай саусақтарымен Есмағамбеттің білегінен ұстады. Ал зеректілігі мамам айтқан, Алматыда жаз кезінде де түн суық болады. Ақылдылығы саусақтарын кезек бүгіп тұрып, бүгін, сосын ертең, сосын арғы күн деген жерлерінен Сержанның мінездері білінеді. Сержанның бойындағы мінездер сендердің де бойларында бар екеніне толық сенімдімін, балалар. Келесі жаңағы әңгімені толықтыра отырып, сендердің әңгімеден түйген мазмұндарын тексеру барысында мына толықтыру тестін орындауымызды сұраймын. Есмағамбет Сержанға қандай уәде берді? Дұрыс. Есмағамбет Сержанға Алматыға апарамын деп уәде берген болатын. Атаңның мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой деген кімнің сөзі? Қане балалар, ойланайықшы. Дұрыс айтасыздар, әжесі Мейіргүлдің сөзі. Сержанның анасы әкеліп берген әппақ футболка, шалбар мен топлиден басқа қандай киімдері бар? Дұрыс, қып-қызыл гүлдері бар көйлегі бар болатын. Әңгімедегі әнші бала кім? Жалпы әңгіме кім туралы өрбиді, балалар? Дұрыс, әңгіме Сержан туралы, және әңгімедегі әнші бала да Сержан. Соңғы сұрақ, мамамды тауып алсақ деп ар жағында кімді іздегісі келеді, Сержан? Қанеки бәріміз ойланайық. Дұрыс, Сержан әкесін іздегісі келеді. Ал енді оқушылар, бүгінгі оқыған әңгімеміздің қорытындысы ретінде 4 сөйлем әдісі арқылы өзіміздің пікірімізді, ал пікір болған жерде міндетті түрде дәлел жүретінін есте сақтайық, білдірейік. Пікірге тақырып бойынша өз пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. Мысалға, менің пікірім Күміскүл жырақта жүрген ана. Дәлелдейтін болсақ, пікіріңізді бір сөйлеммен білдіріңіз. Жұмыс істеп ақша табу үшін Алматы қаласында жүр. Мысалы, пікіріңізді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңіз. Бүгінгі күні Күміскүл секілді аналар көп, себебі ауылда жұмыс жоқ. Сондықтан олар қалаға кетуге мәжбүр болады. Ал қорытындылайтын болсақ, бұл пікір дәлел мысалдан өзіміздің түйген қорытындымызды айтамыз. Бұл жерде анасын сағынған кішкентай Сержанның анасына деген сағынышы орынды деп ойлаймын. Кез келген бала анасын аңсайды, сағынады. Анасының жанында болуды армандайды. Ал енді оқушылар, біздің бүгінгі онлайн сабағымыз өз мәресіне жетті. Енді үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмасына 124-ші беттегі жаңағы өткен Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала атты әңгімесін оқу, мазмұнын толық білу. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымызды қорытындылау мақсатында бас бармақ тәсілі арқылы сабаққа баға береміз. Бармағымыз жоғары көтерілсе, мен барлығын түсіндім. Ортасында енді түсініп келемін, ал егер бармағымыз төмен қарайтын болса, бұл сабақты мүлдем түсінбедім. Менің ойымша, оқушылар, сіздер барлығын түсіндіңіздер. Сіздер өте зерек, ақылды баласыздар. Білім алаңында келесі кездескенше сау бол.